ұстаздарым, құрметті мына апайларым. Бүгін мына сіздер бақыттысыздар, осында керемет шәкірттеріңіз міне ұшырып еңіздер 25 жыл бұрын. Енді міне бүгін Құда қаласа соның қуанышына келіп бүгін бөлісіп отырсыздар. Сондықтан да мен өздеріңіз болып осы тойдың ырыспағы, керемет ұлағатты ұстаздардың көшін бастап туыстадың. Мейлі қансын бүгінгі шәкірттеріңіздің қуанышына жиналғанның. Сөз сұрайды құрметті ағаларым, апайларым. Бүгінгі ағайын жекжат шәкірттеріңіз туысқаның деп мені құрметті көке. Өзіңізден артық кім бар, өзіңізден бастап кейін бермей отыр. Сөз кезегі өзіңізде аға. Рахмет Асыма. Құрметті нөмір 8-ші Максим Горький мектебінің ұстаздары. Мен біріншіден бүгінгі болып жатқан үлкен мереке сол мектептің мерекесі деп есептеймін. Ұстаздар, мектептеріңізде үлкен тойларыңыз бүгін болып жатқан құтты болсын. Максим Горький мектебінің мерейі үстем бола берсін. Максим Горький мектебінің ата даңқы Қазақстанға жайыла берсін. Максим Горький мектебінің түлектері осындай барлық уақытта Максим Горький мектебінің даңқын асыра берсін. Ал енді бүгінгі мерекеге келіп отырған 25 жыл бітірген мектеп түлектері, мен енді Максим Горький мектебінде сабақ бергенім жоқ, бірақ сол мен де Максим Горький мектебінің түлегімін. Сондықтан Максим Горький мектебі деген кезде барлық жан-тәнімменен соған ауырып, күйіп түсіп жүретін адамның бірімін. Бүгінгі тойларың құтты болсын айналайындар. Ал енді бұл ұйымшылдықтың, татулықтың, бірліктің белгісі деп есептеймін. Мынандай әрқайсысы Қазақстанның әр жағында түкпір-түкпірінде ауылда жүрген жігіттер мен қыздар біріне жарым неке саяқтана мынандай бас қосу деген сол ынтымақтың, бірліктің, достықтың, бір-біріне деген сүйіспеншіліктің, ықыластың белгісі деп есептеймін. Ал енді іштерінде әрбір ұжымда, әрбір студент арасында болсын, оқушы арасында болсын, қызметкерлер арасында болсын, көш бастаушы деген болады. Сол көш бастаушы болмаса, бұндай ұйымшылдық жасауға мүмкін емес. Ал енді іштерінде көш бастаушыларыңыз жаңағы Талғат деген біздің баламыз, ініміз десек те болады, енді 40-ның үстіне шығып үлкен жігіт ағасы болып қалдыңдар барлықтарында. Сол Талғат баламызға үлкен рахмет дейміз. Бүкіл Арыстай халқы ырза, Максим Горький мектебінің ұжымы ырза, Кентау қаласы оның атын біліп жатыр, оңтүстік Қазақстан біліп жатыр. Абырой атағы өте берсін сол жігіттің. Ал сол жігітті қостап, барлықтарын қолдап, ұйымшылдық көрсетіп жүрген барлықтарына рахмет айналайындар. Бақытты болыңдар, тойдан тойға жете беріңдер. Қазақстан деген жас мемлекетіміздің, тәуелсіз мемлекетіміздің үлкен азаматы болып үлестеріңіз қоса беріңдер айналайындар. Бақытты болыңдар. Ұстаздар, мен енді айналайын деген дәрежеге жеттім ғой енді. Зейнеткер апайларым сөйлеп жатыр. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт деп бастаймын мен ылғи жыл сайын осылай кездесуде. Шын мәнінде де бұл не деген қуаныш, не деген бақыт. Біздің шәкірттеріміз осылай жиналып, бізді құрметтеп, сыйлап, өстіп шақырып отырғанда біздің төбеміз көкке бір ел жетпей қалады дегендей. Айналайындар, ризамыз. Әсіресе жаңа айтып отырмыз ғой енді. Біз Талғатымызбен мақтануымыз керек. Талғатымызды мақтау керек. Өйткені ол халықтың қалаулысы, елдің елеулісі. Мына сендердің демеушілерің, мұғалімдердің көмекшілері. Сонда енді ол баланың бізге деген жақсылығы енді ұшан теңіз дегендей. Өз жалғыз мектепте ғана емес, өзі ашсаға сондай шапағатын тигізіп жатыр. Жақсының жақсылығын айту керек, нұр тасысын дейді. Сондықтан ол балаға бақыт тілеймін. Қосағымен қосағыр, дені сау болып, бұдан да биікке жете берсін. Біз мақтанамыз. Жалғыз Талғатпен емес, мінекей сендермен де жер-жерден келіп жатсыңдар, айналайындар, ұстаздар деп. Бізге халықтар сүйсіне қарайды. Осылай жыл сайын не деген бақыттысыңдар. Жыл сайын балаларым сендерді құрметтейді деп.
Оған біз одан сайын масаттанамыз. Не деймін балалар, біз мұғалімдер бақыттымыз, өйткені біздің 10 бала емес, 20 бала емес, 100-деген балаларымыз бар, қыздарымыз бар. Айналайындар, қай жерде жүрсеңдер де аман болыңдар, отбасыларың аман болсын, қосақтарыңмен қосағарыңдар, көп жасай беріңдер. Міне өздерің көріп отырсыңдар, үлкен ұстаздардың арасы сиреп бара жатыр дегендей, жаңа қойсын әрі жолдасын. Болғанда енді келу керек еді. Өздерің естіп жатқан шығарсыздар, өмірдің есі шығар енді. Балалары бақыт болсын. Ризамыз сендерге, айналайын, айтатын сөзімді күтіп қалдым ғой. Мен енді бір анекдот айтайын, ақыры енді. Мына апай зейнеткерлікке шыққасын қосап қапты деп жүрмеңдер. Қай жерде екен есімде жоқ, бір жаңа қойсын екеумізге шақырту қағаз кешігіп дейді да, сосын үйде сыймай жүрмін, жаңа былай да жүрмін, отырмай бізді неужели шақырмады, неужели мен ол балаларды оқытпадым деп. Сөйтсем жаңағы енді кештеу тиіп қапты, бірақ шақырған екен. Звонок қағылды, сосын жүгіріп шықтым, бір бала келді. Ой, айналайын, құтты болсын, 20 жылдығың деп бетінен сүйдім. Сөйтсем айтады, апай, 3 жыл бұрын болды ғой біздің 20 жылдығымыз дейді. Сөйтсе сасқанынан, қоя бер деп тағы да сүйттім бетінен. Жаңағына келгенде қуанып қалдым ғой. Сосын айтады, не қыласыздар, барлығы келді мұғалімдердің бәрі. Сіз қойсын екеуіңіз жоқсыз деп. Машинамен келген екен, машинаға мініп алып ойбай жүр, қойсынға барайық. Ол да шыдай алмай отырған шығар, сөйтсе қойсын да сөйтіп жүр екен, мен құсап жаңа. Ойпырмай бұларды бізді шақырмады деп. Сонымен қойсын салып алып келдік, клубқа келсек, бәріміз жиналып, мұғалімдердің бәрі отырған екен. Сонымен балалар құттықтау сөз айтып бәрі сөйтіп, одан кейін енді балалар апайларын биге шақырды, қыздар ағайларын биге шақырды. Сол кезде жаңа бір бала келіп биге шақырды, сосын енді ойбай бұл енді алыстан келген бала ғой, жерден келіп жатыр. Енді бұл баланы мен құр билеп үндеме билегенше сұрайын қайдан келді екен деп. Айналайын, қайдан келдің, қайда тұрасың дедім. Қазір қайда тұрасың дедім. Сөйтсе айтады, насостный үйдің астында. Өзіміздің астайда тұратын баланың 20 көрмеген бе білмеймін. Насостный үйдің қасында тұрам дейді. Ой, тер бір қодағал үй алдым, үндемей. Сонымен билігі аяқтадым. Енді келесі жылы ойладым, мына балаларды танымай қалып атамыз ғой, рас қой енді. Кейбіреулерді танымай қалып атамыз енді. Сосын келесі жылы тағы бір бала биге шақырды. Сосын ойладым мен, бұл жолы үндемей-ақ қояйын. Тағы білдіретін шығарым дедім де үндемей билеп жүрсем айтады, апай таныдыңыз ба дейді. Танымай тұрсам да өтірік, таныдым деді. Айтыңызшы, фамилияң білмейді. Әлгі тілім ішінде тұр ғой, әлгі ана кімсің ғой сен ана деп жаңа сөйттім, сөйтсем айтады. Апай да өтірік айтам екен дейді. Өтірік айтып тұрған жоқпын, мен күйеу боламын ғой дейді сөйтсе. Сөйтсе бір қызымызды күйеу екен, оны қайда білеймін енді. Сөйтіп тағы бір не алғаным бар тұғын енді. Соғысып, жоқ бәріңді де бүгін танып отырмын енді, аздау болғасын ба білмеймін енді. Ал енді жаңа әпсеттер айтып жатыр ғой, Клара апай. Жыл сайын келіндерді шығарып, ұстаздарына сәлем жасатады деп. Қарап отырсам енді Серіктің келіншегі, сосын енді мына жақта бір келіншек бар сияқты. Басқасы өзіміздің ауылдыңыздар сияқты енді. Сондықтан анау айналайын Серіктің келіншегі келе ғой бері. Тағы мына жақта кім бар? Ай, бұл да өзіміздің ұл сияқты енді. Бәрі маған келесің ғой келді. Иә, кеңдер айналайын. Иә, мына жерден келе ғой. Айналайын қыздар. Мынау біздің тамаша алтындай балаларымыздың сыңарысыңдар ғой. Ризамыз, жаңа тамада айтпақшы, көріктерге де қарап, өздеріңе де қарап, сендер болмасаңдар, қой бармаймыз мына заманда сонау, сен ғашықтайыңа десе біз не қылар еді балалар, келмей қалар ме? Сендердің ағаларыңда келіп отыр,
сендерге мыңда бір рахмет сыйлағандарыңа. Сондықтан енді мінекей жақсылап тұрмақ ау, үлкен әне шағайымнан бастап, бер, бұлар жетіп Құрметті 25 жылға келген шәкірттер, алғаш рет мынау қалжан ағайларың бастаған түлектер 20 жылды бастап, жылдан жылға жақсы дәстүр болып, шәкірттеріміздің алдында бір масайрап, жыл бойғы екеуміздің орнығып, өміріміз шаттанып қалатын бір жағдай болсын. Оған қоса міне сіздер де бір жаңа бір бастамаға басып 25 жыл ширек жігіттің нағыз, жігерінің, жастықтың, қайраттың мол. Міне сіздер сол сияқты бұл 25 жылдық бастамамыз сол сияқты тағы да келешек інілеріңізге жұғысты болсын. Екіншіден, мынау келген оға дейлеріңізге құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Біздің немерелер көп болсын. Талғаттар көп болсын. Демеушілер көп болсын. Қаратау қасиетті, қара шаңырақ орны әрбақта жоғалмасын. Соның әр уақытта да биік сіздер сияқты одан көре берейік. Ғұмырлы болыңыздар, бақытты болыңыздар айналайын. Құрметті 25 жылдықтың жастары, мына сіздердің бастап келіп отырған 5 жыл жаңартып отырсыздар. Бір жаңалық 20 жыл деген өтіп жатыр деп жаңа айтып жатыр ғой. 25 жылдық осы бірінші рет болып отыр. Осы 25 жылдықтың түлектері 30 жыл, 40 жыл, 45 жыл, 50 жыл осылай тойлай беріңіздер. Мынау бір жақсы қасиет. Енді мен бұл Максим Горький мектебінің бірінші ұстаз болып табалдырығын аттаған адаммын. Ең бірінші ұстаздық дәрісті осы мектепте алған. Ол кезде мектептің директоры Сәлем Қынатовек, Болат деген кісі завучы, Алжан ағайларыңыз үлкен физкультурник дейді ғой, дене шынықтырудан білетін маман. Жас, Қойсын апай болса да мөлдіреген, бір ерекше, Қойсын апай өзі бір сондай ерекше әйел адамның ішіндегі бір ашсайдағы екі жақсы болса біреуі, бір жақсы болса өзі деп есептеуші едім мен Қойсын апайды. Міне осы кісілерге әжептәуір рахмет айтамын. Осындай түлектерді ұшырған сол мектептің ұстаздарына. Мен Жамбыл мектебінен келіп отырмын. Биыл менің де 80 жыл түлектер үшін, менің де түлектеріме 25 жыл болған. Мен де сіздердей өзім осы түлектердің класс жетекшісі ретінде сезініп тұрмын. Сол себептен енді әнеуіні шалым айтты да, ойбой Талғат келіп осы яққа 25 жылдығын жасайын деп жатыр екен деп. Сонысын жүрген манаға енді үмітсіз шайтанға дейді ғой, шал барған жерге мен де барам ғой деп өзімше арнап бір өлеңдер шығарғам, соны оқып берейін. Шапалақ. Талғат Жұмаділдаевқа арнау. Өте рахмет Талғат ініме, айналайын. Менің де осы тілегім барлық қазақ
ұлтының жастарына деп есептеңіздер, осы отырған бәріңізге. Сонда да мана бір кісі айтты ғой сөзінде, көш басшысы деп, сол көш басшыларына арнап отырмын. Жаны ашыры білім алған ұяның, ұстаздардың орындайтын қиялын, сендей қамқор шәкірттерден болған жоқ, арқа сүйеп үміт артқан зиялым. Есіміңе талғат інім бас ием, ақылың деп жетелеген мен түйем. Ашысайдың мектебінен Горкийдің, ұшқан қыран маңдайыңнан күн сүйген. Қирағанды жаңартасың сәнімен, магниттей сенімді тарттың бәрінен. Аш шығарған тақпақ түрде өлеңім, бұйырса Алла естілер әнімен деп, бұл тек қана тақпақ түрінде. Ал мына ән сұлу әніне салып, Талғаттың өзіне арнаған. Мен сазгер емеспін Талғат інім, қуандың тағы кеп шыққан күнім, шуағың жылытып жатыр бізді, ақталып ұстаздар берген білім. Қыраным, қыраным, қыраным-ай, денсаулық Тәңірден сұрадым-ай, тілекті самыл жел жеткіші деп, өзіңнен періште құлағын-ай. Көргенде жақсыны көңілім тоқ, өмірге ұл келгей өзіңдей боп, үлгісің қашанда тірлігіңмен, лаулап жатырған адамды қасиет тоқ. Қыраным, қыраным, қыраным-ай, денсаулық Тәңірден сұрадым-ай, тілекті самал жел жеткіші деп, өтінен періште құлағын-ай деп. Енді қатты тамағыма отырайын деп Рахмет, апай. Құрметті ұстаздар, бүтін болып жартымыз, қуанды жас пен қартымыз. Ұстаз болар мәңгілік деген екен халқымыз. Бақыт болыңыздар, құрметті ұстаздарым. Сол бір ата салтымыз деп міне, осы жерден сіздердің ардаған кіші сый-сияпатымыз бар сияқты. Кәнекей, інім, берулеріңізге рұқсат. Дұрысымыз, қайда қоймасыңыз. Әлемді ұстаздар, байқап тұрмын, подаркілеріңіз қойыңыздар, өздеріңіз шәкірттеріңізді бүгін билеу керек қой, есте қалады. Сондықтан кәнекей, сен айналайды бересінде қайтып аласың. Бәрекелді, қанекей шәкірттер, ұстаздарыңызды орта шақырам. Бәріңізді, билеңіздер ұстаздарыңызбен. Ұстаздарыңызбен.
мынау керемет әңгіме естіп жатырмын. Біздің мынау 25 жылдық түлектердің, жігіттердің бәрі ассайлап. Көбісі саңғырдың қысына қарап кетейші. Саңғырдың қысы күн жоқ. Мен өзімде бір жақындығым бар еді, сосын бір қуанып тұрмын. Мынау жаңағы құрметті қонақтар, құрметті ағайындар, негізі біз әйелсіз өмір жоқ бізге, еркек жолдастар, құлақтарыңызға алтын сырға. Біздің бала-шағамыздың анасы, жүрегіміздің шартысы, үйіміздің берекесі, мерекесі. Бұл кісілер бізге өмір жоқ ағайын. Сондықтан мына бір ағамыз болыпты. Жасы 50-ге келіп тұрмыс шығарды. Үйіне күнәні қонбайтын болыпты. 3 бала, 3 қызы бар екен. Сөйтсе жаңағы бір күні жеңгеміз ренжіп жатқан көрінеді. Ей, жасың 50-ге келді ғой, ұялмайсың ба? Ей, сен күнәні қонып қаласың деп жаңағы бір күн емес, 2 күн емес. Шектен шығып бір күні екеуі ажырасуға тура келді. Сөйтсе жаңағы ағамыз ажырасатын болып, ал енді кемпір, мен сенімен ажырасам, үйдің бәрін қалдырам, бала-шағаны, бүкіл дүниені қалдырам, бірақ қыз деген ана жаққа жақын ғой, қыздар сен жағында, ұлдар мен жағында қалады деп. Сөйтсе әйел айтатын жеңгеміз, әй, сен бірінші ұлдарыңмен ақылдастың ба? Қай жақта қалатын депті. Сөйтсе жаңағы ағамыз ұлдарын айтып жатқан көрінеді, әй, осындай болды ұлдарым. Енді қыздар осында ана жағында ғой, сендер қай жағындасыңдар депті ұлдарына. Сөйтсе ұлдарының үшеуі анасын құшақтап тұрып, біреу айтады дейді, папа, біз ана жағындамыз, сіз қай жағындасыз деп айтады. Сөйтсе, шешегінің балдары, мен де аналарының жағындамын деп айтады. Соқсақ мына құрметті ағайындар, ананың жолы үлкен. Міне өздеріңіз білесіздер, осы жерде міне біріңіз бақытты жұмыста жүрсіздер, сонау Астана, біреуіңіз мынау Алматыда, біреуіңіз Атырау, біреуіңіз міне Кореяда, біріңіз міне Налисінде жүрміз. Не үшін жүрміз? Бала-шағамыз қайтып қаламыз деп. Әке-шешеміз ешкімнен кем болмасын деп жүрген заман. Бір күні бір өздеріңіз сияқты бір жігіт, анау Атырауға барып бақытты жұмыста, өздеріңіз білесіздер, жаңағы 3 ай жұмыс істеп, айлығын алады. Алғасын қуанышпен бала-шағасын сағынып, бала-шағасын анасын сағынып, самолетпен ұшады осы жерге. Осы таксимен есік алдына келсе, бірден калетін ашса баласы жүгіріп шығады. Папа десе, баласын бір-ақ рет сүйіп, мамам қайда дейін осы жерге деген болады. Егер де баласы мамам пазарға кетіп қалып десе, сол бір сүйгенмен ерген жолдасы үйіне өтіп кетеді. Егер де баласы, папа, мамам бүгін тамақ істеп отыр десе, уйшаным деп баласын ол сүйіп, мамасы қысып 20 рет сүйеді. Бұл да әйелдің құдіреті. Сондықтан осы жердегі аруларым үшін шапалақ беріңіздер ағайын. Еркектерге бәрі. Молодец. Ал енді құрметті қонақтар, осы жерде мына өтен ағайын бізге болды. Бұл кісі міне өзі композитор, өзі әнші, өзі міне сонау тоқырау заманында, коммунизм кезінде, Брежнев көкеміздің заманында мен білетін болсам, Әссайдың тамадасы. Ал енді міне сонау міне Қарағандыдан бүгін осы шәкірттерімнің қуанышы деп бүгін келіп отқан жағдайы бар. Сондықтан Дәлібаға сізге көп рахмет. Ал енді мына ішінде апайлары Ұлжан, Сағыныш, Ырысты апайларды бірге қосып шақырады. Келіңіздер ортаға шапалақ беріңіздер. Шапалақ, музыка. Негізі біздің Мұталып ағай еркек қой. Қыздың жолы жіңішке, інім осы апайларға берді отыр. Рахмет сізге. Сондықтан міне құрметті апайлар, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Мынау жаңа айтып отырмын ғой мен, арулардың бәрін мақтап, аруларсыз бізге өмір жоқ деп отырмын. Оның бәрі рас. Мынау марқұм Мұқағали Мақатаев, композитор ағамыз, әйел халқын алақанға ұстаған екен. Әйелдерге арнап керемет сөз жазған екен. Сенікіме, менікіме алау гүл. Арман үшін жазып жүрміз алау жүр. Шарт біреуге бақыт болып қонатын әйелдерді еркелеткен жинау бір. Әйелдерді еркелеткен ер оңар. Әйелдер тірлігіміз не болар? Қол бетігін
қожаң егер болмаса, еркек байқұс азып тозып жабылар. Әйел барда, сен өзіңді зор сана, болған жерде басқа бақыт аңсама, әйел сені бағындырмай қоймайды, маңдайың үлкен, басың алтын болса да. Бер әйелге жоғарыдан бер орын, көтер оның мерейі мен беделін, өз қызыңды сыйлағаның ол сенің, өз анаңды мәңгі құрметтегенің деп, үйіміздегі алтындай қыздарымыз сыйлай отырып, үйіміздегі ақшашты аналарымыз сыйлай отырып, осы жердегі міне осындай керемет аруларымызды, апайларымыз сыйлай отырып, сөз кезегі аруларымызда шапалақ қайда. Құрметті ұстаздар, құрметті бүгінгі мерейтой иелері, барлығыңызды бүгінгі үлкен мерекемен құттықтаймын. Шынында да бәріміз ұстаздар біз үшін үлкен қуаныш болып отыр. Енді сіздерге сабақ бермесеңдер де өз басым сіздерді көргенге асық. Осыдан 25 жыл бұрынғы шәкірттер қандай болды екен деп. Шынында да сіздерді көріп, көңіліміз толып, қуанып отырмыз. Енді осы мерейтойға қатысып отырған барлықтарыңызға отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Елімізде тыныштық болып, тойлар ойға ұласа берсін. Мына ұйымдастырып отырған ауылдың жігіттерін қыздарына, осының жаңағы демеушісі болған Талғат шәкіртімізге үлкен рахмет айтамыз. Өссін, өнсін, биіктен көрінсін. Біздің ғана емес, бүкіл Қазақстанымыздың мақтанышы деп ойлаймын. Бұлай оның жаңа мерейі одан да жоғары өсе берсін. Құрметті ұстаздар, құрметті осыдан ширек ғасыр бұрын мектепті бітірген мектеп түлектері, сіздерді осы бүгінгі мейраммен құттықтаймын. Қуаныш бәрімізге ортақ болсын. Осы мерекеге бізді Максим Горький мектебінің ұстаздарын құрметтеп шақырғандарыңызға көп рахмет. Осы кешке демеуші отырған Талғат шәкіртімізге көп рахмет. Талғаттың біздің мектепте істеген жақсылық орасан. Сонымен қатар бүкіл Арыстай халқын риза болып отыр. Көп рахмет айтып, Арыстай халқының атынан, өзінің семьяның атынан көп рахмет айтамын. Бізде баламыздың сондай, Талғаттай сіздердей болуына тілектеспіз. Әрқашан осындай тәрбиелі азаматтар елімізде көбейе берсін. Дендеріңіз сау болсын, барлығыңыздың жанұяларыңызда бақыт болсын, табысқа жете беріңіздер, достықтарыңыз ажырамасын, одан да қарай 20 жылдық мерейтойларыңызда кездесіңіздер. Құрметті бүгін бірінші себепкер болып отырған 25 жыл болып отырған түлектер. Сендерді ең алдымен сол биатларымен құттықтаймын. Оған енді демеуші болып отқан Талғат, бірақ оны ары қарай да соның еңбегін, осынша жасап отырған сый-құрметін елге көрсетіп, соны ары қарай жалғастырып отырған біздің мына жігіттер. Оған мен айтар едім, мына Сержан, Сумахан және олардың да еңбегі зор ғой, бірақ бұл жерде мен бір екі адамды атап өтемін. Жайна менен мына Ырсала екеуінің еңбегі көп қой деп ойлаймын. Сол кісілерге өз атымнан көп рахмет айтамын. Бізді осынша сыйлап, құрметтеп, қастерлеп шақырып отқандарыңызға. Мынау енді бүгінгі жиында біздің үлкен ағайларымыз қалай тілектер айтып жатыр. Сонда да мен бір әңгіме ойыма түсіп тұр. Мынау бұрын кездерде бір елде осы Талғат сияқты елге құрметті, сыйлы бір азамат болған екен. Сол азаматтың бір баласы болмады. Соны Құдайдан әттен жалынып, жалбарынып сұрапты дейді. Ол Құдайым маған бір бала берші, бір күн берді, содан кейін ала бер. Бір той жасайын, ең болмаса ел алдында деп. Сөйтіп, 9 ай болғаннан кейін Құдай оған бала берді. Сол баланы алып, тойын жасап болғасын, сонша кең пейілдігі Құдайға барып айтқан екен. Ал рахмет Құдайым, осындай күнге жеткізгеніңе. Сондықтан мына балаңды ала бер деген екен. Сонда аспаннан дауыс естіліп, мен бұны қалай аламын саған?
кешегі түндегі айтылған сонша жақсылық, сонша тілеу Құдайдан менен сұрады. Сонша адамның тілегін қабыл етпесем мен кім болғаным деген екен. Сол сияқты балдар, мынау бүгінгі осы тойда мынау үлкен ағайлардың айтып отырған, шынайы жүректен, шын пейілден айтқан тілеуі қабыл болып, ең бірінші бастаушылары Талғаттың және сендердің дендерің сау болсын. Бұдан да үлкен зор бақ пен дәулетке жете беріңдер. Құдайым сендерге, қалай десем болады, мынау немеренің қолынан май жылып, көпшектің етегіне тәу етіп жазған Құдайым. Бұдан да үлкен 30 жылдықта, 40 жылдықта бастарың азаймен қосыла берулеріне тілектеспін. Рахмет, апайларым. Ал енді мына белгілі ғой Мүтеке аға сөз тұратамын. Өзіңізді мен кішкентайымнан ұнатамын. Сөз нәубатын беремін өзіңізге, үлкен бір баласы қасиетті бір атаның деп міне, осы міне сіздердің міне керемет ұстаздарыңыз. Әрі әнші, әрі композитор, әрі ақын Мүтеке ағамызға береміз. Қол шапалақпен қарсы алыңыздар. Мынау біреулер ойнап қалады, ой шындықтар кейін кез ақын болып кетті деп. Баяғыда мұқағали айтқан екен, ана жайлы, отан жайлы, махаббат жайлы ойымды айтамын. Ақындығымды халқыма мойындатамын. Бірінші осында ақ орамал жамылып отырған аналар, қазірмен 25 жыл бітірген қыздар бәркез ана болды. Сондықтан аналар жайында бір өлім. Ана жайына ақындар да толғанған, күйшілер де домбырасын қолға алған, ер азамат сапарларға шығарда, Күлшетайын анасының жолға алған, аспандағы айды анау қияқты, нұрын шашқан күнде анау тұрақты, жер бетінде тіршіліктің бәрі де аналардан жаралғандай сияқты. Іздегені кәрімені жастың да, байлықпенен бақыт болар тастың да, көктен іздеп әуре болмақ әрбайлы, аналардың аяғын астың да. Жауыныңда жауып тұрған төбеңнен, дарияңда асып тұрған кемерден, от ана да, су ана мен жер ана, қасиетіне аналардың тебелген, тұла бойы пәк сезімге малынған, пенделердің бәр анаға табынған, мейірімді шапағат аналар, сондықтан да ақ орамал жамылған. Ана барда білінбейді кең тарым, бәрі жұмақ секілденген жер бағын, мүмкін емес өтегөде қарызын, айналсам да арқалап ап жер шарын. Құда қаласа, бір күзде бір кітабым шығады, соған дайындық жасап жатырмын, соның ішінен біреуін оқып берейін. Қызғанбаймын деген, бұл махаббат жайлы емес еді. Қызғанбаймын байлығына басқанын, қызғанбаймын дәулетінің асқанын, Құдай мұндай пенделерден сақтасын, байлық іздеп, күйттеп жүрген басқамын. Қызғанбаймын пәтеріне туыстың, ашылмаған ақша қол қуыстың, Құдай мұндай пенделерден сақтасын, дәл өзіндей өлі кеуде қуыстың. Қызғанбаймын көрінгені жарына, сөзін сөйлер жарамсақтың жағына, Құдай мұндай пенделерден сақтасын, кездеспеген тағдырыма бағыма. Қызғанбаймын жекжаттың үйіне, баршылықпен шалып тұрған күйіне, Құдай мұндай пенделерден сақтасын, жүрген әркез мұрындарын шүйіле. Қызғанбаймын көшімінде табысын, жылпостықпен келіп жүрген тарысын, Құдай мұндай пенделерден сақтасын, жыртып жүрген көк аттының намысын. Қызғанбаймын ағайынның болғанын, баршылыққа, байлыққа да толғанын, Құдай мұндай пенделерге ермедім, ағайыннан алыс кетіп оңғанын. Қызғанбаймын біреулердің қорасын, белбеуіне мейлі миллион ұрасын, Құдай мұндай пенделерден сақтасын, ұмытасын, алда деген тұрбасын. Қызғанбаймын біреулердің дәулетін, байы үшін болып жүрген әулетім, Құдай мұндай пенделерден сақтасын, дүние үшін ұмытатын әулетін. Қызғанбаймын біреулердің көлігін, кисе дағы жатып дамған бөрігін,
Құдай мұндай пенделерден сақтасын, басып жүрген, көрінгеннің көргін. Байы үшін мансаптыға ермеймін, қарадақша барынатып келмеймін, азызба көппе алда берген есіктен, бергеніңнің берекесін бер деймін. Саламатсыз, отыра беріңіз. Қызықпаймын байлық деген ауылға, жоқ болатын соғып өткен дауылда. Қызығым да, байлығым да бар менің, сөз патшасы өлем деген ауылда. Жақсылықтың жағасын жағалаушың, біліміңді бала кезден бағалаушың, еркелігің еліктің мінезіндей, жақын көріп өзімді ағалаушың. Балалықтың балдырды шағымды едің, білімде қамшы салмай адымды едің. Кәзгім, аспаш, тоқташы. Шақ адымды едің, 25 жыл өзімді таппай жүрмін, көрінбеген ұстазға сағым бедің. Даңқ естіп әсемді алғандаймын, өзіңде жақсы жанды армандаймын. 25 жыл іздеумен келемін, мен күлмаған бүгінде қанатсыздау қалғандаймын. Шәкіртімсің, ұстаз сені сағынған, желісін көр, өзің еткен бағынған. Алла жазса, бір көзге танбасын, ұлылықпен тайғанама таңынан. Талғат Жұмабаев. Осыны үйілдақты жүрді Сержанға. Сержанға десін. Бала тыңдамдар, қожақ тыңдап осыны. Жұқандай болсын. Ек қойыңыз. Сержанға, әмін дедің жақсыны жақындатқан, түйенің ауын жүгін алтынатқан, ұмыттың ба ұстазды 25 жыл келіп тұр ғой ағайым ақындатқан. Мінезіңмен жамандық айналмадың, қылығыңды көріп мен жайландадым, талай қызды шекесін шертіп жүріп, бірге оқыған Соқбекова жайдан алдым. Десесіз болып күлмағанда. Жақсыны жағалауға жиям дейтін, ұстаз үшін бәрінде қиям дейтін. Ағайсың ба, апайсың ба, бәрібір төлемесің, себетіңді қиям дейтін. Балыр ақпасын. Алыс жақтан ағайын үн салады, меңгердің электрик бір саланы. Алыс бармай көпірдің аржағынан қағып кеттің, Бегалиева бір саланы. Енді мынау бұлай дейді. Әзірің жарасқан атыңнан енді. Осында менің рая қарындасым бар. Өзі ақ көңіл, соғыспен бір ауыз күнім. Салиқалы, салдарлы қарындасың, жақсылықтың әркезде жағындасың, мінезің мен адамдық қасиетте көре алмаған жүректер жарылмасын. Аршының, білімдердің бұлақтарын, жыр жаздың көңілімнен құрап бәрін. Қарап қойшы, оң көзбен болса дағы физиканың қоймашы балдарға сұрақтарын. Енді мынау бата басқа бітер, күна тасқа бітер, бата менен ел көрер, жауымен жер көрер дейді. Сондықтан мынау деген балдарға, келіндерге, оқушыларға, талғаттың атынан, сіздерге, апайларға, ұстаздарға, бәріңізге бата. Құдай жарылқасын, бақ қарасын, қырылдарсын, айдан аманшыдан есен қылып, үйдегі жүздегі бала-шаға боқтың басын амансын. Бір жасаған Құдайым, бәріміз қол жаямыз. Бір жасаған Құдайым құдіретімен оңдасын. Бір Алладан сұрасам,
бола берсін, болмасын, тола берсін, толмасын. Бар екен деп тасыма, жоқ екен деп жасыма. Мінгенің бірақ болсын, düşmanдарың жақ болсын. Маңдайың ашық болсын, табаның жасық болсын, бейнетің қашық болсын. Қияқты болсын, сұңқарың, тұяқты болсын, тұлпарың. Өрісті болсын, жайлауың, ырысты болсын, қыстауың. Адалдан тапқан даңдарың дастарханы кетпесін. Бейнетпен келген несібелерің осағадан кетпесін. Шайдарың қызыл болсын, өмірлерің. Айналай қойшы, қай сөйлеп Күлмағанда ек қойым, шықпай бастан. Шайларың қызыл болсын, өмірлерің ұзын болсын. Құдай істеріңді оңдасын, тілектеріңді қолдасын. Кетпес дәулет кең бейлбер бастарынан бақаймасын. 360 әулие қысылған жерде қорғасын. Досын үңгіліп, дұшпанын табалап, көп ішінде молай сағынсын басын. Қыдыр болсын, жолдасын, әр уақытта қолдасын. Үлкендерің себепшіл болсын, кішілерің көмекшіл болсын. Ұлдарың талапшыл болсын, қыздарың жинақшыл болсын. Көптің бірі қыдырды, үйлерің қонақшыл болсын. Самауылда шай қайнап, қазандардан май қайнап, күнде той болып, дастархан жайылсын. Ол десең ұлдарың, қыз десең қыздарың болып, үйлерің бала-шаға ойнасын. Жүрсең жолың болсын, төлден орын болсын. Достың таласынан, дұшпанның жаласынан, жанған өрт, тасыған су бәле жаладан сақтасын. Нағашы жиенді, қайынды күйеуді ұзатқан қыз, ағайын жерде туған туыс ауғаймақ. Әрі кеткенде қасында аман болсын. Түйен күшті болсын, биек кішісі болсын, сиырын сүті болсын, қошқары құтты болсын. Қойың семіз болсын, ешкін ез болсын. Досың көп болсын, бастарың көп болсын, астарың көп болсын, жастарың көп болсын. Жүздерің нұрдай болсын, қырмандарың қырдай болсын, қалталарында евро, доллар, теңге бірдай болсын. Күндерің шуақты болсын, көлдерің суақты болсын, еңбектерің келісті болсын, еккендерің жемісті болсын. Күндерге қуаныш, өмірлерге бақыт тілеймін. Ақ батаны берген, асыл сөйлетелген, ең саулықтың арқасынан жүрген бай, ағаларым Мүтәл Бейсенбаев. Ой, қырмайым өтеке. Бұна отау түйенің нағыз батасы болды, қайтылайын. Ал енді кәнеке, еңбегі бар, кәнеке. Бәрекелді, бәрекелді. Ал енді, мынау. Аспаңыздар, қайды, ашырқынай, құднен асты екен, білем, түсінем. Ал енді мынау өтеке жақсы екен, мынау Сержан мен Талғатқа арнаған әніңіз. Жақсы екен көңіл күйіңіз, азда болса көптей көр, Жұмақан Асаба әніңізден рахмет деген сүйеміз. Рахмет сізге. Ал енді подарканы алдыңыздар, қойыңыздар, қайтып келіңіздер. Мына жердің шаңы шықпайды, біліңіздер мәз. Сондықтан кәнекей ұстаздарымызға шәкірттер шығыңдар, ұстаздарыңмен ортаға бей. Thank you.
Altyazı